құрметті оқушылар, биылғы жылдың жылдың басынан бастап біздің арнайы кітапхана мен мектеп интернатының арасында алтын үй жобасы іске асты. Сабын саламыз. Суға саламыз. Суға саламыз. Сабынды суға саламыз. Одан кейін мынаны жақсылап сабындаймыз. Көрінді ғой, иә? Одан кейін кебу керек әлі сабынды болғаннан кейін оны шаямыз. Иә, мынау майының арасында ланолин деген антисептик бар екен. Ол тері жаңағы қойдың терісіне бөлініп тұрады да, біздің жаңағы дене мүшемізге, жаңағы ағзаға, мысалға аяқ қақсағанға, бел қақсағанға арнайы кремдер алады ғой, иә? Біздің жұмысымыздың қорытындысы, яғни қыздар бастаған жұмыстың қорытындысы, пайпақтың қорытындысы, осындай пайпақтар болады. Және бұлар әлі пайпақтар әрленеді, оюланады, оюмен жасаймыз. Және қазіргі таңда біз ұлттық қолөнерді қолдап жатырмыз. Сондықтан осы өнерді ары қарай алтын ине жобасында ары қарай жобалауға, ары қарай нәтижеге жеткізуге тырысамыз.